Эрдар Бесикчоғұлы 1970 жылы 5 қаңтарда Анкара қаласында дүниеге келген. Эрдар Бесикчоғұлы түрік театр және кино актері. Оның әкесі Вакиф-Аңктың директор болған. Орта білімін Измир қаласындағы Мехмет Сефи Ералтай жеке колледжінде аяқтады. 1989-1993 жылдар аралығында Эрдар Бесикчоғұлы Хажеттепе университетінің мемлекеттік консерваториясында оқыды. Консерваторияда оқып жүргенде британдық театр режиссері Уильям Гаскеллдің шығармашылық драмалық тренингіне қатысады. Оқуды бітірген соң актер мемлекеттік театрға жұмысқа орналасты. 1995 жылы Эрдар Бесикчоғұлы Диярбакыр мемлекеттік театры директорының орынбасары болып тағайындалды. Ол бұл қызметті 1996 жылға дейін атқарды. Актер әлі де Анкара мемлекеттік театрында жұмыс істейді. Ол актерлық шеберлік сабақтарынан сабақ береді. Оның шәкірттерінің арасында танымал актриса Буржу Өзберг бар. Эрдар Бесикчоғұлы Гогольдің әйгілі шындының жазбалары деп аталатын туындысын сахналады. Бұл спектакль бір актылы, бір актерға арналған театрландырылған қойылым. 2001 жылы актер алғаш рет Хахан рөлімен Ащы өмір сериалында экранға шықты. Бұдан кейін Қарызға алынған өмір, Үйге жол 1914, Көпір, Барда, Бұл өмір, Ес сияқты фильмдер мен телешоуларға түсті. Губернатор, Бөлу, Бал туындыларының барлық бөлімінде бой көрсетті. Сондай-ақ Бехзат, Анкарадағы сериалды қылмыстар сериалында ойнаған Эрдар Бесикчоғұлы жұртшылықтың жадында полиция комиссары Бехзат рөлі арқылы қалды. Бұл рөлі үшін дарынды актер 48-ші Алтын апельсин кино фестивалінде үздік ер адам рөлі номинациясымен марапатталды. 2012 жылы Анталия телевидение сыйлығының ең үздік ер адам рөлі жүлдесін иеленді. 2017 жылдың соңында Эрдар Бесикчоғұлы ол Аңыз сериалында басты рөлде ойнады. Актер атақты баскетболшы Тарық Ақсойдың өмірін сомдады. Актер қатысқан келесі кино жобалар Есік, Циттерон және Ащы шие болды. Қазақстанда көрермендерге режиссер Надим Гючтің Үмітті сериалында бақытсыз кішкентай жетім балаларға өздерінде жоқ мейірімді отбасын табуға көмектесу үшін бар өмірін арнауға бел буған басты кейіпкер Махир Бөстепе рөлі арқылы танылды. Құрметті достар, Үмітті сериалы ұнады ма? Өз пікірлеріңізді комментарий алаңына жазып, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.